Қайдасың? Қалай? Ал, үйленіп алдың. Бақыттан басың айлап атсың ба? Бір немене көңіл күйің жоқ? Келініңіз ғой. Келін нашар болып шықты ма? Жоқ. Таксовать етіп жүр. Таксовать етіп жүр? Иә. Шай тамақ ішіп отырғанда таксовать етпе деді, адам не ерсі етейіп. Ай, тұрмысқа шыққаннан кейін бір апта қоя тұрса кетеді ол. Байының жағдайын жасамай ма? Соны айтам. Ай, сонда болды ме? Сонда визип келеді, сол визипқа шығып жүгіріп адам тасып кете ма сонда? Жоқ, үйдің ішінде ғой. Үйдің ішінде кім тасиды? Білмеймін, үйдің ішінде барып туалетке құсып береді. Ой, солла. Не болды десем, таксовать етпем дейді. Ой, таксовать демейді оны. Таксикоз дейді. Немене? Таксикоз. Таксикоз. Иә. Такси деген бар ғой. Солла. Яғы ауыр болған ғой. Келін жүкті болған ғой. Таксикоз дейді. Иә, солла. Не айтып отыр дейді? Иә, такси. Такси. Қандай еді ақсақал? Шіркін. Ой, шіркін ай. Ой, жарықтық ай. Қойыңыз ақсақалсыз. Өкілі кәмшат бүрмелі көйлек деп атан қазақ жырлап кеткен. Баяғының қыздары ғой. Ой, шіркін ай. Ой, сұлулық ай. Ой, шіркін ай. Мынау ма әдемі қыз? Бар екенсіңдер ау, бар екенсіңдер ау. Қазақтың инабатты қыздары бар екен ау. Ой, ақсақал қойыңызшы. Саны жалтырап, төсі жарқырап, бөксесі бұлтың ет. Желанияңды ашпағаннан кейін ол қандай қыз ол қойыңызшы ол. Осы баяғының қыздарына таңғалам. Неғып сонша тұмшаланып, жабық киінген? Енді ашық-шашық киінбесе оқымаған ғой ол қыздар. Ол қыздар оқымай қалған. Америка, Европа оқымаған қазіргі қыздар сияқты. Мына оқыған сайын жалаңаштанып жатыр ғой қазіргі қыздар. Оқыған сайын жалаңаштанып. Ұятсызданып, арсызданып, бетсізденіп. Осы кейде ойлаймын, қазақтың қыздары оқымай-ақ қойса екен деп. Неге қайта білім алған жақсы емес пе? Қойшы сен, қойшы. Ана қыздың басы бос бекені, соны ойлап отырмын мен. О, арамы, ақсақал. Немереңізбен жасты қыз ғой, жап-жас қой. Маған ақыл айтып отырып, ойыңыз арам, бір жерге алып кеткіңіз кеп тұр, Немереме, жақсы, инабатты келіңіз деп жүрмін осындай. Ой, ешек мен жеген, ешек бас. Да. Ну, келсін, енді жастарды қазір бізде жұмыс көп қой қалада. Бір қызметке қоямыз жастарды, келсін болды. Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Ой, қалай бала? Қалай? Жақсысың ба? Ладно, онда перезвоню. Қалай? Аман есенсіңдер ма? Жақсы. Өзіңіз қалайсыз ақсақал? Жақсы, шүкір Алла. Көрмей қалдыңыз ғой. Ауылға барып қайттың. Ауылыңыз қай жақ еді? Байзақ қой. Сол ауылға барып, кешегі жарылыстан кейін хал ахуалын сұрап, шамал қолымнан келген көмегімді көрсетіп қайтыр. Анау қайтқандарға құран бағыштап қайттым. Ой, жаман болып жатыр. Табиғи апат болды ғой. Табиғи апат деп айтып жатыр. Анау арыстағында табиғи апат деп еді ғой кезінде. Ой, табиғи апат қой олда. Соны кейде ойлаймын осы. Мына сол министрдің орнын ауыстырып, ана Цойды қою керек еді деймін да, қорғаныс министрі қылып. Неге? Ай, алдын ала біліп отырады ғой ол. Бір жақсы жер қасиеті бар ғой сондай. Қанша адам өледі, қанша жарылыс болады, қай жерде, соның бәрін біліп отырады да ол. Соны ауыстырғанда бұл болмас па еді бәлкім. Қоя бер соны. Өздерің не болсыр? Қала не бе, тыныш па? Қала нормально все. Нормально деп қоясың, анау жәдігерді өртеп жіберсің ғой атадан қалған. Это қала шықты. Хлам, свалка же это. Нормально, табиғи апат қой. Да? Табиғи апат қой. Ол да табиғи апат болды. Табиғи апат. Қанша бөлдік, жамадық, болмады да, ескіні жамасаң есің кетеді деген. Мейлі. Ана баланы не істедіңдер, ана баланы? Қай бала? Әнші бала. Бір әнші жігітке беді әжептеуір. Өлкемнің өнерін өркендетем, жастарын өсірем деп, өнерге баулайым деп кебет, не қалдыңдар? Өзі кетті ғой. Өзі кетсе, өзегіне тептіңдер да, өзім деп кебет байқұс бала. Әжептеуір жүрген жеріне шақырып алып, қара күйені жағып. Не қылдыңдар масқаралап енді? Табиғи апат қой ақсақал. Табиғи емес бұл, адами апат бұл. Енді не план енді? Енді план көп, шет жақтан, басқа қаладан келіп атқандар көп қой, соларға планды құрамыз ғой енді. Жетсіз қапсындар. Сорына түшем десей тағы да біреудің. Істейтіндерің былықшылық өңшің.
Шарик. Алик Малик Шарик. Қарындас, кезе ойнасай. Өкінесіңдер ғой ертең. Бауырым, кезе алты берсең тұз аласың, кемпір берсең қыз аласың. Тапқан ешкі баққандқа. Бауырым, кезе Қандай ойын бұл? Алик Малик Шарик. 5 мың тігесің, 10 мың ұтасың. 5 мың кесем 10 мың ұтам ба? Мә. Міне, ойнайын. Болды. Дайын бол, міне. Міне бауырым, Шарикті тапасың, ұтасың. Таппайсың, ұтыласың. Міне. Ал, Алик Малик Шарик. Шарик Малик Алик. Алик Малик Алик. Қайсы? Мынада. Опана. Братан, адамнан. Адамнан, братан. Таза мошенник екенсің ғой сен, алаяқ. Бауырым, қалай сөйлесің? Ойнадың ба, жылама. Жылайсың ба, ойнама. Алик Малик Шарик. Шарик Малик Арик. Алик Малик Шарик. Братан, кези. Жоғам. Ойын, таза ойын, братан. Давай. Бесеу бересің, 10 аласың. Кемпір бересің, қыз аласың. Тапқандығы ешкі баққандыққа. Давай. Міне Шарик табасың, ұтасың. Таппайсың, ұтыласың. Атты. Опа, Алик Малик Шарик. Шарик Алик Малик. Қайсында? Мынау. Опа! Таппадың. Давай, братан. Братан. Ақшаңды берсей? Мәнегәни. Бесеу берсең 10 аласың, кемпір берсең қыз аласың. Тапқан ешкі баққандікі. Мына. Таппадың. Братан, таза алаяқ екенсің, мошенник еме. Алаяқ! Көпшілік билеп атқан кезде бір әпкем бола ма, жеңгем бола ма, мен қасыма келіп, кішкентай баласымен. Кәне сол кісі. Sonra бір жеңгем бола ма, әпкем бола ма, жаңа түкіртіп кетті соны маған келіп. Қой десем қоймайды. Тағы енді көңіліне қарадым бір жағынан. Ренжіп қала ма? Мына өзінше түкірген жалп болып қапты, мына аяп қапты ғой. Кісі болып қапты, мынау әртіс деп қала ма дедім да, көңіл үшін түкіре салдым. Шындай дейін. Маған жалқ емес, далаға да түкіріп салатым ғой. Просто мен айтайын дегенім жоқ, мынандай айтты айтайын дегенім. Бір дұрыстау біреуге түкіртсе дұрыс болар еді демем да. Бірақ енді өкпе жоқ, қазір қазақтар өзі әртіс көрсе әкім көргендей жүгіретін болыпты қазір. Баяғыда әкім, батыр, ақын, имам, ишан, қари, хафиздерге түкіртуші еді, балам осындай болсын деп. Соны аузына түкіріп бірден айтайын десем, бір кісілерге сөйлеп кетті, суретке түсейік деп. Соны бірден айтайын деп едім, соны таппай тұрғаным ғой. Мақұл, егер осы жерде болмаса жеткізіңіздер. Ана балаңыз Құдай қаласа өнерге қызмет етсін, әртіс болсын. Бірақ есерсоқ әртіс емес. Есерсоқ өнердің өкілі емес, баяғы Шәкен Айманов сынды, Серкеп Қожамқұлов сынды, Құрманбек Жандарбек, Қапан Бадыров, мынау Құдайберген Сұлтанбаев, Мейірман Нұрекеевтер сынды. Сондай Асанәлі Әшімовтей, Тұңғышбай Жаманқұловтай әртістер болсын, сондай әртіс болсын. Бірақ сразу айтам, бабыник болса менен көрмеңіз. Қатын құмар болып, әр облыстан, әр қаладан бір қатын алып бердің. Балаңды емес, мен іздеп кетпе аяғында. Аузыма түкірім толтырып алып, қақтан алмасын деп. Мә, бетіңе деп бетім, түкіріп кетпеңдер бетіме. Осы бастан басына жатып, жоқ, мен өзім ондайын деп тұрған жоқпын. Құдай сақтасын ол, әр қаладан, әр облыстан. Не болды сонша? Менікі бәрі бір қалада. Деп атқанында просто, Баяғыда бір депутат көкеміз кепті дейді ауылға. Сөйтсе бүкіл жеңгелер ырым қып, ай, депутат қайным, түріп кетті балдардың аузына. Сен сияқты депутат болсын депті. Сөйтсе 150 баланың аузына түкіріп, жибінемін кетіп бара жатып айтады дейді жаңа депутат ағамыз. Ал жеңгелер, мына балдарың Құдай қаласа шетінен депутат болады, мен түкірдім депті. Бірақ өтірікші болса менен көрмеңдер деген екен. Сол айтпақшы, ана балдарың жаңағыдай болса менен көрмеңдер, мақұл ма? Жақсы болса менен көріңдер. Ол кезде менен көріңдер. Рахмет, едеге шапалақ мынау. Бәрекелді. Енді игі жақсылар